сіз мүлдем таңғалмаңыз, сізде Reaper'дің дизайны және де кейбір кнопкалары өте басқаша. Оны өзгерту үшін Option, Preference, немесе Ctrl-P, немесе жоғарғы бөлігінде оң жақ бетіндегі экранның 5 гигабайт 48 кГц деген жерді басамыз. Мен осы жолмен ашып үйренгенмін, сондықтан осы жолды таңдайық. Бірінші, настройканы ашқаннан кейін Generalға кіреміз. Generalға кіргеннен кейін Import Configuration деген сөзді басамыз. Содан кейін мен жіберген папканы тауып алыңыз. Reaper Course. Осы жерде ISMA version 2 reaperconfig.zip дейтін файл бар. Осыны таңдаймыз және Open кнопкасын басамыз. Содан кейін тағы да OK кнопкасын басамыз. Reaper жабылады, автоматикалық түрде қайта ашылатын болады. Import Configuration сөзін ұстап, қозғалтқаннан кейін Import деген сөзінің кнопкасына рұқсат беріледі. Import кнопкасын басып, біз мен жасаған конфигурацияны өзіміздің Reaper'імізге жүктейтін боламыз. Және де кейбір плагиндер қайтадан тексеріліп шығады. Импортты жасап алғаннан кейін дәл менікіндей окно сіздерде де шығады. Яғни менікіне ұқсас Reaper'дің дизайны шығады. Бұл дизайнды, бұл кнопкалардың барлығын мен 2 жылдан бері жинадым және көптеген горячий клавиш, хоткейстерді тәжірибе барысында сіздерге анықтап түсіндіріп кететін боламын. Тағы да настройка кіреміз, Option немесе осы батырманы басамыз. Екінші жасайтын затымыз ол General'дың астындағы Path, яғни жол көрсетеміз. Үшінші брауз таңдаймыз. Қалаған жесткий дискіңізден жаңадан папка ашыңыз және папка ашқаннан кейін қалаған атты беріңіз, немесе мен сияқты Reaper Cache деп сақтаңыз. Reaper Cache жаңадан ашып және оған есім берген папканы таңдаймыз және OK кнопкасын басамыз. Келесі Store all big caches батырмасындағы browse сөзін басамыз. Және де біз жаңағы ашқан папканы Reaper Cache соны белгілейміз. OK. Store'дың қасында әрқашан галочка тұру керек. Келесі жасайтынымыз Find'ның қасына барамыз да Clear C-L-E-A-R Project жазамыз да Find сөзін басамыз. Іздеу. Енді Clear Recent Project List дегенді басамыз. Содан кейін OK сөзін басамыз. Мен әзірге cancel басам, өйткені менің кейбір проекттерімнің recent файлдары кетіп қалуы мүмкін.